Қайырлы күн, құрметті көрермендер, Зиялы ұрпақ мектебінің көрермендері. Біздің студиямызда бүгін қонақта Астана қаласының дәстүрлі зияткерлік курсының жетекшісі Нұрболат ұстаз. Ол Зиялы ұрпақ мектебінде де ұстаз, және Алқа білім орталығында ұстазы. Саламатсыз ба? Қош көрдік. Негізі бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз ол қазіргі таңда ата-ана балаларды қалай тәрбиелеу керек. Тәрбиелеудегі басты қағидалары, қандай қағидаларды ұстану керек. Және ең басында сіз өзіңізді таныстырып кетсеңіз, неге осы жолға түстіңіз, қалай осы ниеттеніп, қалай осы жолға келдіңіз? Жақсы, аты жөнім Нұрболат Кәрібай. Жасым 30-да. Енді біреуіңізге аға, біреуіңізге іні, біреуіңізге балаңыз сияқты болатын шығармын. Дегенмен Құдай бұйыртып, осы мектепке сіздерге ұжымға келіп қосылдық. Шешендік өнер пәнінен сабақ беріп отқан жайымыз бар. Бұған келгендегі енді сәл артқа шегініс жасайтын болсақ, қызық өзі. Мен өзі Қытайда оқығам. Қытай Халық Республикасында ол жақта негізгі мамандығым мұнай инженері еді негізінен. Мен өте престижді мамандық оқығам. Одан кейін оны бітіріп келгеннен кейін Атырау қаласында Теңізшевройл дейтін Тышо дейтін компания бар ғой. Соның дочурная компания дейді ғой. Сондай компанияларында жұмыс істегем қасындағы. Субподряд дейді. Өте үлкен компанияда өте жақсы табыс тапқан былай айтқан кезде. Өзімнің сол жерде бастығыммен бірге тұрғам, бір үйде тұрғам, жаңағы бүкіл жағдайым жасалған, тұратын жерім, көлігім, тамағым бәрін беріп қойған. Бірақ үнемі бір ішімде мазасыздық болатын. Бір уақытымның бәрі, өмірім бір зая кетіп жатқан сияқты, жұмысыма барам, бір өзіме тікелей қатысы жоқ нәрселермен айналсам, сонымен қайтып келем, бір сүреңсіз болып, бір кеудемнің ішімдегі бір бостықты сезе бастадым. Сөйтіп жүрген кезімде бір түнде жатып тыпыршып ұйықтай алмай сөйтіп жатыр едім. Бір ойладым, сосын осы айтады ғой, елдің болашақ жастар деп айтады. Сол кезде бәріміздің санамызда мынандай бір картина қалыптасады, мынандай бір көрініс. Бір арнайы бір жастар деген бір сословие бар, бір жастар арнайы. Солар сырттан бір жақтан келеді да, мына елдің болашағын жасайды деген бір сондай бір сана бар бәрімізде. Соны ойлап жаттым да, содан бір білмеймін, бір илхам келді ма, білмеймін ғой, әйтеуір сонымен негізі біз ғой сол жастар деп ойладым. Жатып сырттан шетелден оқып келген, тіл білетін, жаңағы оқыған көз ашық деген сияқты біз істеуіміз керек шығар бәлкім бір нәрсені деген ой келді дағыны. Ал менің жүрген жүрісім мынау. Жұмысыма барам, отырам, қайтып келем, аса бір қырып атқан ештемем жоқ. Сөйтіп ойланып, бір ішімнің бәрі қуыстанып сөйтіп жаттым дағыны. Бір 15 жыл бұрын жаттаған, 9 жасымда жаттаған бір, енді сол кезде 15 жыл бұрын, ол кезде жасым 24-те еді. 9 жасымда жаттаған бір Шәкәрім атаның өлеңі ақылыма сақ ете қалды өзімен өзі. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ағышылдан айнымай арсақты оны біл, талаптан да өнермен білім үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақылдыл деген. Содан негізі адамдық борышты арқалауымыз керек қой деп ойладым сол жерде жатып. Өз таңның уақыты ұйықтай алмай жатырмын, осындай ойлар маза бермей. Сонымен бір күннің ішінде бардым дағыны, ертесіне бірден жұмысқа барып өтініш жазып жұмыстан шықтым. Болды, маған жарамайды мына нәрсе. Сөйттім дағыны, өзі мына кітаптардың авторы Санжар Керімбай деген кісі. Сол кісіге хабарластым. Санжар аға, сіз мына ағартушылық жолында кетіп баратсыз. Осыны маған профессионалды түрде үйретіңіз. Мен сіздің қасыңызға барайын, шәкіртіңіз болайын. Өмірімді мен осыған арнауға дайынмын дедім. Онда бүйтіп бірден маған ескертті. Жақсы, бұл ағартушылықтың жолына түскің келсе, оның өзінің шарты бар деді. Қандай дедім? Кедейлікке дайын бол деді. Себебі ағартушылар ешқашан бай, шалқып өмір сүрмейді біріншіден. Екіншіден, олардың байлықпен шалқып, балқып өмір сүремін деген мақсаты да болмайды. Олар барының өмірін, жаңағы бүкіл бойындағы бүкіл потенциалын, күш қуатын ағартушылыққа, өзінен кейінгі ұрпаққа бір нәрсені үйретуге деген сияқты арнаған кезде ол жаңағы мен қалайда көп ақша тауым керек, жаңағы бай өмір сүруім керек, мен шетелді қыдыруым керек деген сияқты нәрселерден ада болады әдетте. Енді соны ескертіп жатқаны ғой. Сен бұған кірген кезіңде сондай идеялармен ауырасың да, мына бүкіл өмірдің қызықшылығын, бүкіл өмірдің
рахатын төтесінен басып бәрін алам деген екінші бір жақтағы жол ол сыртта қалады. Сен мынамен келетін болсын деді. Айттым, маған ол керек емес, мен өзім шетелде оқығам, шетелде тұрғам, ондай қызықтарды бір белгілі бір деңгейде көргем, қызықтадым, бәрі уақытша екен, керек емес, болды, мен осыған дайынмын дедім дағыны. Сөйтіп Санжар ағаның қасына келіп алдым. Ол кісі ол кезде Түркияда, сол жерде оқып жатқан, докторантура оқиды, дін философиясы, дін психологиясы деген мамандықта. Сөйтіп қасына барып, осы дүниелерді басынан бастап, былай жүйелі түрде, основательно деп айтады ғой, басынан бастап үйреніп, жаңағы іргетасын негізін қалап, сөйтіп басталған бәрі. Сонымен сөйтіп басталды дағыны, арада біраз уақыт өтті, кейін мен сол жақтан оқып, басында 3 айға ғана бардым. 3 ай оқып келгеннен кейін Астана қаласында ол кезде рухани жаңғыру дейтін баяғы жоба істеп тұр еді. Соның оқу орталығы ашылды дағыны, біз бірден сол жаққа командамен жұмысқа кіретін болдық. Сөйтіп сол жаққа кірдік те, бізге Астана қаласының мектептерінің, колледждарының және балабақшалардың бүкіл педагогтарын, психологтарын және заучтарын, жаңағы повышение квалификации дейді ғой, квалификациясын көтеру, сол бойынша оқытасыңдар деп бәрмен келді. Дәл іздегенге сұраған, мен оқып, үйреніп, тоқып келген нәрсем мынаған сай келді дағыны. Біз жарты жыл бойына ма бүкіл Астананың бүкіл мектептерінің, колледждарын, балабақшаларын, педагогтарын, ұстаздарын, жаңағы заучтарын бәрін оқыттық. Оқытқанда да осы негізгі қазақы, негізгі адами құндылықтарды өзіміздің темірқазығымыз деп алдық дағыны, сол бағытта оқытып үйретіп отырдық. Енді өз бір нәрсені түртіп кете береді ғой осылай. Кейін жаңағы ол жоба тоқтады, рухани жаңғыру жобасы бітті. Сонымен мен тағы да Түркияға кеттім, Санжар ағаның қасына, сол жақта өзімнің өмірлік жарымды, Назерке есімді қызды кезіктірдім. Қазір Құдайға шүкір үйлендік, балалы шағалымыз, 2 баламыз бар дегендей. Сөйтіп сол жақта оқып, 4 жыл бойы оқып, осыны маман болып келдік осы жаққа. Соны келгеннен кейін мұнда Алқа-білім академиясы дейтін оқу орталығын аштық. Оқу орталығын ашып, сол жерде жаңағы шешендік өнер деген пәнді сол жерге енгіздік әуелі, үйірмені. Жалпы ол оқу орталығының ашылуының да себебі осы шешендік өнер деген үйірме еді. Бұл шешендік өнер үйірмесі деген риторика, жаңағы ораторский искусство деп түсінеміз ғой. Дұрыс, ол жақсы. Бірақ бұның негізгі мақсаты баланы бір шешен сөйлетіп қою емес. Бұл шешендік өнердің мақсаты кәдімгі бұрынғының би шешендері сияқты кеудесі құндылыққа толған, әдепті, әділ, парасатты, мейір махаббатқа толған және сөзі мен ісі екіге жарылмайтын сондай бір арлы азаматтарды тәрбиелеп шығару және сондай құндылықтарды сол балалардың кеудесіне құю болатын негізгі мақсат. Ал кеудесі сондай құндылықтарға толып тұрған бала, ол сен сұрамасаң да өзі сайрап, сол ішіндегі ана құндылықтар оған маза бермейді, өзі-ақ сөйлеп кетеді негізінен. Сөйтіп осы уақытта аштықтағыны, кейін осы зиялы ұрпақтың жаңағы директорымен, Бауыржандармен жолығып қалдық. Ол кісілер де осы жобаға, идеяға қатты қызығып, біздің де балаларымыз, мектептің балалары құр интеллектуал бала емес, сонымен қатарына адами құндылықтарды, қазақы құндылықтарды меңгерген сондай бір тұлғалар болсын, осы құндылықтарды оларға үйретейік деп бізге қолқа салып, мені шақырды осы мектепке. Содан бастап осы жолда еңбектеніп жүріп келе жатқан жайымыз бар. Сонда осы жолда жүргенде бір күмән туған кездеріңіз болды ма? Негізі қазір ол жұмыс қалай жүріп жатыр? Мен енді өзім байқауымша, кейбір ата-аналар аса түсінбейді, бұл не үшін істеліп жатқан нәрсе. Күмән болғанда қалай? Әрине бәрімізде бойымызда сайтанымыз бар, діннің тілімен айтатын болсақ, бәріміздің бойымызда нәпсіміз бар. Нәпсі дейтін нәпсінің қалаулары, ол әмәнда, ол жылы жұмсақты қалап тұрады, ол қызық развлечениені қалап тұрады, көңіл көтеруді сол жаққа қарай әмәнда тартып тұрады. Бүкіл адамның бойында бар, кез келген әулиенің бойында бар, былай айтқан кезде. Енді бұл жердегі істе сол өзіңнің сондай бір қалауларының бәрін саналы түрде тежеп, өзі жылтырақ оймар адам тартып тұрады ғой өзіне қарай. Содан саналы түрде бас тартып, саналы түрде соны өзің тежеп, онымен қоймай өзіңнің әйел бала шағаңа да соны ескертіп, біздің таңдаған жолымыз ондай емес. Дүниенің де қызықшылығын төтесінен басамыз, әрі мына ілімнің де жолымен бірге кете береміз. Жоқ, қазақта өзі екі кеменің басын ұстаған суға құлайды дейді. Немесе бір жүрекке екі арман сыймайды деп айтады. Біз жүрегімізге арман қылып осы ағартушылық жолды таңдасақ, болды, онда мына
жақтағы қызықтардан біз саналы түрде бас тартамыз деп келісеміз. О баста сөйтіп келіскенбіз өзімен келіншегіммен. Содан яғни айтып жатқаным ондай қалаулар болмайды емес, болады, бірақ соны саналы түрде одан бас тартып ата-анаңыз ше, мысалы егер сізді оқытты шетелде, мысалы жоғары там жалақы алатынсыз? Рас, дәл солай болды. Мен Қытайда оқытты. Ол кезде мен әрі ақылы түрде оқытты. Бүкіл үйдің бюджетінің бәрі маған құйды, былай айтқан кезде. Сөйтіп оқытып келген баласы болды, бәрін тастап, мен ағартушылық жаққа, ақшасы аз жаққа қарай кетемін деген кезде басында кішкене түсінбеушілік болды. Енді түсінбеушілік болғанда да ондай бір қатты емес. Мен мынадай бір жолды таңдаймын, ағартушылық жолын таңдаймын, Санжар Керімбай ағалардың қасына барып үйреніп, солай жүремін деген кезде негізінен ол өте дұрыс жол. Әрине сен оқыттық, келіп мына әулетті көтеріп, жаңағы жұмыс істеп, айтып деген сияқты сондай біз ішімізде ойымыз болды. Бірақ өзің таңдап отқан жолың сол. Әрі бұл өте дұрыс жол, солай болу керек. Саған батамызды береміз, барсаң бар деп солай келісті ата-анам. Сол себепті одан да ешқандай Құдайдың жәрдемімен бір проблема болған жоқ. Солай осы күнге дейін дөңгелеп келе жатырмыз әйтеуір Құдайдың жәрдемімен. Жақсы. Қазір мысалы тағы да біздің қоғамда тұрған нәрсе ол енді көбінесе мектептер, енді кейінгі жылдары ағылшынша мектептер қосылды, бірақ қазақша, орысша. Мысалы егер салыстырсақ, көбісі бізде қоғамда қалай айтады, егер мысалы қазақша білім алсаң, әсіресе егер бұрынғы құндылықтарды оқысаң, бізде мысалы мектептің саясаты қалай, академиялық оқу бағдарламасымен қатар әдеби кітаптарды көп оқытамыз, міндеттейміз балаларға. Сол кезде қоғамда енді ондай көзқарас бар. Егер қазақша оқысаң, әсіресе бұрынғы дәстүрлерді, бұрынғы қиссаларды, жырауларды мысалы білсең, ол сені мүмкін дамуыңның белгісі емес, керісінше бір көне заманға кетуің сияқты бола ма? Ондай көзқарас бар, және ол көзқарас абсолют түрде өте нормальный көзқарас. Бұл себебі сол көзқарасқа дейін біз жетелеп алып келді ғой. Яғни бұл нәрселердің бәрі негізінен біздің алдымызда Европада қайталанып кеткен. Енді бізге келіп жатыр, және бұның соңы немен аяқталатынын айтуға бір әулие болудың, басқа болудың қажет жоқ. Себебі адам тарихтың мәні деген нәрсе бар ғой, адам тарихтан сабақ алады. Яғни өзі Европада өзі 17-ші ғасырда жаңағы революция болаттаны, Рене Декарттардың шығатын кезі. Сонымен болды. Бұрынғыдай діннің надандығының бәрін талқандаймыз. Діннің өзін емес, өздері де верующий адамдар. Бірақ соның ішінде отырып алып, ойына келген істеп отыратын папаздар болады ғой, жаңағы әулие әкелер өздерінің былай айтқан кезде. Солар отырып алып бүкіл салада өздерінің пәтуасын беріп, ойына келген істейтін болған. Діннің атынан сөйлеп, өздерінің Құдай сезініп кеткен айтқан кезде. Бұл ғалымдар шатта енді болды дейді. Қалай болса солай діннің атынан сөйлей беру болмайды. Ол діннің деген адамның өзінің жүрегінің ішінде, Құдаймен ғана өзінің байланысы. Былайымша қоғамға сендер бір нәрсе айтып сұнатын болсаңдар, оны академиялық форматта болу керек деп академиялық ғылымның шегесін қағады 17-ші ғасырда Рене Декарттар. Яғни ол объективизм деген нәрсе болу керек. Объективизм деген қалай? 2 қосу 2 тең 4 болса, ол Америкада да 4 болу керек, Қытайда да 4 болу керек, Қазақстанда 4, барлық жерде 4 болу керек. Және ол сынға ашық болу керек. Қашан сынасаң да бәрінде бірдей нәтиже көрсетіп тұру керек деген сияқты осындай өзінің академиялық ғылымның шегелері қағылады. Сөйтеді оған дейін бүйтіп айтатын болса адамдар, бір нәрсені қоғамға келіп салады, сөйтеді да айтады, бұл біздің кітабымызда осылай айтылады, біздің дінімізде осылай айтылады, біздің ата-бабамыз осылай айтқан, мен түс көрдім, түсімде осылай айтты, құмалақ ашсам құмалағым осылай шықты деген сияқты әртүрлі осындай жолдармен әкеп ақпарат төге беретін болған ғой. Ғалымдар шығады да бұның бәріне тоқтау салады. Яғни тоқтау салуға мәжбүр болады бір жағынан. Себебі жан-жақтан ала-құлап лағып, өзі надандыққа қарай кетіп баратқан кез ғой. Наданданып біткен кез өзі, соның кесірінен. Сөйтіп академиялық ғылыммен осындай шарттарын енгізеді де, енді бізге тек қана эмпирикалық әдіспен ғана дәлелденетін сондай ғана ақиқаттарды біз ақиқат деп қабылдаймыз. Басқа ақиқаттардың бәрін біз қоқысқа тастаймыз дейді. Яғни көзбен көріп, қолмен ұстайтын ақиқаттарды ғана. Сөйтіп осы нәрсені енгізеді. Бұны енгізетін себебі бағанағы айтқан діннің ішіндегі надандықты қирату. Діннің өзін емес.
бірақ арада екі буын ауысқаннан кейін осы шамадан тыс ғылымға табынатын позитивизм деп айтады ғой, сайентистизм немесе ғылымға табынатын сондай ұрпақ шығаттағыны, енді олар өздері құдайдан, діннен безініп, діннің өзін қоқысқа лақтырып жіберді айтқан кезде. Енді құдай деген ұғыммен, дін деген ұғыммен сол жерде адамзатты тұтас байланыстырып ұстап тұрған мейірім махаббатқа, әділдікке, жауапкершілікке байлап тұрған осындай феномендердің бәрі бірге қоқысқа кетеді. Сөйтсе ғылымға табыну басталады. Өзі оны ғылымда 17-ші ғасырды математика ғасыры деп айтады. 18-ші ғасырды физика ғасыры деп айтады. Ньютондардың шығатын кез, физиканың қатты дамитын кезі. 19-ші ғасырды биология ғасыры деп айтады. Биологиялық жаңалықтар ашылатын кез. 20-ші ғасырды үрей мен қорқыныш ғасыры деп айтады, немесе атом ғасыры дейді. Бірінші дүниежүзілік соғыстар болып, артынан атом бомба шығарылып, одан кейін бүкіл халықтың дірілдеп, қашан біздің төбемізге бомба түсіп кетеді деп қорқып отқан кезі. Енді 21-ші ғасырға келген кезде оны мәнсіз, мағынасыз ғасыр деп айтады 21-ші ғасырда. Ол туралы қазір асықпай кейін деп айтамыз. Айтайын дегенім, осындай академиялық ғылымдар қалыптасып, шамадан тыс міне қарасай, осы ғылым ғой бізге ақиқатты көрсететін. Негізінен жаңбырды құдай жаудырып жатқан жоқ, ол өзінің жаңағы физикалық құбылыстармен бүйтіп жауып жатыр. Жер деген ол тегіс плоский емес екен, жер деген домалақ екен. Одан кейін діншілдер жаңағы бүкіл әлем жерді айналады десе, ғалымдар шығады, жоқ, жер күнді айналады екен, біз әлемнің орталығы біз емес екен деген сияқты нақты ғылымның күшімен дәлелдеп, жаңағы аналардың өтірік пәтуаларын талқандай береді ғой. Сөйтіп жатқан кезде шамадан тыс ғылымға табынып, осы ғылыми прогресс бар жерде біз сондай керемет қоғам құрамыз, сол ғана бізді құтқарады деп, рухани құндылықтардың бәрін аяққа таптап кетеді. Сөйтіп келеді дағыны, технология дамып келіп, соңында 20-ші ғасырдың басында бірінші дүниежүзілік соғыс, ортасында екінші дүниежүзілік соғыстың оты бұрқ етіп, миллиондаған адамды қырып жіберген кезде ғалымдар бірден дабыл қағады. Тоқтайық болды. Ғылым деп, прогресс деп, жаңағы құтырып болған шығарсыңдар. Қараңдар, енді баяғы біз мүлт жіберген қателігімізді қайтадан алып келуге тура келеді. Біз баяғы адамзаттық құндылықтарды, мейірім, махаббат, өзгенің көңілін бағу, жауапкершілік, ар-ұят деген сияқты рухани құндылықтарды қайтадан әкелуіміз керек біз. Әйтпесе бұдан да сорақысы болады деп, артқа қарай кері шегініс жасайды. Ғалымдар дабыл қағады, яғни осылай болу керек деп. Әйтпесе сендер тек қана ғылым, құндылық керегі жоқ деп келдіңдер дағыны, соңында бесчувственный, ешкімге жаны ашымайтын, ешқандай сезімі жоқ, алдында адам тұрма, зат тұрма, хайуан тұрма, бәрін шауып, өлтіріп, қырып, жойып кете беретін сондай робот сияқты адамдар тәрбиеледіңдер сендер құндылықтардың жоқтығының кесірінен. Енді біз мына рухани құндылықтарды қайтадан алып келуіміз керек деп, қайтадан әкеліп салады. Бұл Европада болып жатыр. Қазақстанда бізде де осылай шамадан тыс қазір ғылымға табыну заманы басталды. Ой, сен қайтесің, ол қазақты салт дәстүр, мәдениет, жет желпек пісіру, жаңағы келін сәлем салу, не ол старомодный, ертегі, баяғы аңыз қиссаң не керек? Қазір жұрттың бәрі Марсқа ұшып жатыр, Илон Масктар. Біз соны игеруіміз керек. Компьютер, IT, математика, физика, английский, біз соны ғана үйренсек, біз өркениеттің алды боламыз деп ата-аналар қазір бүкіл күштің бәрін соған салып жатыр. Бірақ біз айтамыз, бұл саланың маманы ретінде, осы саланы профессионал деңгейде, әлемдік деңгейдегі профессорлардың алдынан сабақ алып келгеннен кейін тоқтаңыздар деп айтамыз. Үйтіп қатты аласұрып аптықпаңыздар. Өзі Шәкәрім ата да айтады ғой, аласұрып аптықпа, кіре берме боқтыққа деп. Сол сияқты олай бұрынғы қателіктерді қайталамай қояйық деп айтамыз. Себебі екі түрлі нәрсе бар өзі. Біріншісі құрал дейді, екіншісі құндылық дейді. Мектепте беретін ғылымның бәрі құралға жатады. Английский дейсіз ба, математика дейсіз ба, физика дейсіз ба, информатика дейсіз ба, бәрі құрал. Сол құрал арқылы адам өміріне жаңағы мал табады, мән табады деген сияқты өмір сүруге керекті құрал ғана. Соның қасында құндылық деген нәрсе бар, ценность. Ол негізінен үйде берілу керек, оны ата-ана беріп отырады. Мектеп құралға жауапты, ата-ана құндылыққа жауапты. Бірақ қазір енді әсіресе Астананың төрінде отырғаннан кейін ата-аналардың бәрі үйде екі адам жұмыс істемесе болмайды. Асырау қиын, бала шағаны. Әрі оларды жақсы осындай мектепте оқыту керек, дұрыс тәрбие беру керек. Күні түні жұмыста болғаннан кейін баланың тәрбиесімен айналысып,
онымен кәдімгі бақылап отыратын күші жетпейді, шамасы жетпейді, кешке шаршап өліп талып келіп құлайды. Сонымен көп жауапкершілікті мектептің мойнына артып қояды әдетте. Енді ата ана бере алмай жатқаннан кейін амал жоқ, мектепте отырып біз отырғаннан кейін сол құндылықтарды біз құйып отырамыз. Себебі ол құндылықтар берілмей қалатын болса, тек қана құрал берілетін болса, бағанағы айтқан интеллектуал жігіттер шығады, дұрыс интеллектуал адамдар шығады, өте жақсы. Бірақ бағанағы айтқан робот сияқты интеллектуалдар шығады. Ешқандай ішінде жүрегінде мейірім махаббат жоқ, ешкімге жан ашмайды. Соңында осы бір философияны ұстанған ата-аналар сол өсіріп отқан балалары аяусыз қарттар үйіне өткізіп тастайды. Соған дайын болу керек. Егер осы бір философияны дұрыс деп алатын болсақ, қарттар үйіне баруға дайындала беру керек. Себебі жаны ашмайды. Оны қоғамнан ақ көзбен біз үнемі көріп отырмыз. Мысалы, өзінің туған әке-шешесіне, өзінің әйел бала-шағасына, туған баласына жан ашмай, бүкіл отбасының бюджетін, үйін, көлігін бәрін ойынға салып жүрген адамдар бар ғой. Қалай түсінеміз оны? Қайда кетті оның мейірім махаббаты, жан ашу қайда кетті оның? Бала-шағасының болашағы деген ой қайда кетті? Себебі құндылықтар үйретілмейді, тек қана ғылым, тек қана интеллектуализм, осыны берсек болды деп, мейірім махаббат, ар-ұят, жауапкершілік деген феномендер үйретілмей қалды ма? Соңғы нәтижесі міне біз көріп отырмыз. Оны біз алыстан не болады екен деп ойлаудың керек жоқ. Біз көріп отырмыз, көзіміздің алдымызда отыр соның бәрі. Сол себепті ата-аналарға да мен ескертемін. Дұрыс ғылымды бала үйгеру керек, интеллектуал болу керек бала. Бірақ ол ғылым бір нәрсенің үстіне барып тұру керек. Оны қазақта ілім білім мың саты, оның 999-ы әдептен тұрады деп айтады. Яғни 1000 саты болатын болса ғылымның, оның астындағы 999-ы әдеп, тәрбие, ар-ұят, мейірім махаббат, жауапкершілік деген сияқты дүниелер тұратындағыны ең соңғы 1000-шы баспалдағы ғана дүниенің ғылымы болып есептеледі. Сол үшін бүкіл мектептерде жазылып тұратын өзі Әл-Фараби атамыздың сөзі бар ғой, тәрбиесі берілген білім адамзаттың қас жауы дейтін. Өте дұрыс нәрсені айтып жатыр негізі ол кісі. 1000 жыл бұрын болжап кеткен әулиелер. Яғни осындай құндылықтарды, осындай тәрбие, осындай әдепті бермейтін болсаң, тек қана ғылым үйрете беретін болсаң, кәдімгі ғылымның күшімен қару жасайтын, атомны бомба жасайтын, сөйтіп алып аяусыз 100 мыңдаған, миллиондаған адамның үстіне тастап, соны өлтіріп жіберіп, соған шімірікпей қарап отыра беретін сондай адамдар пайда болады ортада, егер мына нәрсе үйретілмесе. Сол себепті ең әуелі балаға ғылымнан бұрын әдеп үйретіледі. Әдеп, рухани құндылықтар әуелі беріледі. Біздің мысалы қазақтан шыққан қандай ғұламаларды білеміз, алаш зиялылары деп айтамыз ғой. Міне мына Өзбек Әлжанбековтер, Қаныш Сәтбаевтар бәрі тұр. Өмірін оқып қарап отырсаңыздар, өздеріңізді әдебиеттен де оқыңыздар, жақсы білесіздер. Қай тұлғаны қарасаңыздар да, кішкентай кезінде 9, 10, 11 жасында ауыл молдасынан тәлім алған, тәрбие алған деп айтады. Енді біз соған сүңгідік. Ауыл молдасынан бұл не тәрбие алды, не үйренді, айналып келген кезде сол жерде бүкіл қазақтың аңыз, қисса, жыр дастандарын сол жерде үйретіп отырады. Осындай адами құндылықтарды, мейірім, махаббат, жауапкершілік, ар-ұят деген мәселенің бәрін сол жерде үйретіп тастайды. Содан кейін барып бұл кісілердің гигант болып шығатын себебі сол. Сол үшін біздің де қазіргі балаларға ең бірінші кезекте осы дүниелер керек. Олай болмаған жағдайда балаңыздан сіз қолдан игроман жасап жатсыз, былай айтқан кезде. Қысқасы сол ғана. Мен келісемін, өйткені осы қыркүйекте білім министрлігі Саясат Нұрбек ол кезде осы 18 қыркүйекте ғой деймін, конференция ұйымдастырған болатын. Америкадан, Кореядан, әртүрлі мемлекеттерден мықты профессорларды, Израильден де онлайн қосылған жазушылар болды, профессорлар болды. Сонда мен таң қалғаным, Кореяның шын айтсам атын ұмытып тұрмын, өзі этникалық корей, бірақ Америка университетінің профессоры. Ол тура неде сахнада отырып айтты, батыстың оның алдында сөз сөйлеген батыстың профессорлар болды да, мамандары. Оларға айтады, сендердің батыстық мәдениеттермен, құндылықтарымен тойдық дейді. Біз қазір қандай әлемде өмір сүріп жатқанымызды көріп жатсыңдар ма? Анда соғыс, мұнда соғыс, адам енді туған ағайындылар бір-біріне жау болып кеткен сияқты дейді, қырқысып жатырмыз. Сонда ол бәрі мектептен басталады дейді. Ондай құндылықтар мысалы Жапонияда, Кореяда біз айтады,
біз оларға как командная андай бірігіп жұмыс істеуіміз керек, бір бірімізге аға іні туыс болып қарауымыз керек дейді. Себебі қазірдің өзінде мектеп анау 20-шы жылдардағы даму кезіндегі лозунг human capital дейді ғой, оны как человеческий ресурс капитал ретінде қарамау керек дейді. Ондай заманда өтіп кетті. Оқушы мектепте қазір капитал емес, оған индивидуальность ретінде қарау керек. Әр оқушыға жеке бір подход жасау керек. Оған ең бастысы осындай тәрбие, құндылық, сыйластық мектептен бастап үйрету керек деді. Сонда жерде барлығы келісіп шапалақ ұрды. Сұрағым, бізде қоғамда, мысалы мен өзім сондай заманда өскенмін. Бізде егер бір жаман нәрсе болып жатса, ой, қазақбайский дейміз, андай жақтырмай айтамыз да. Ол мысалы надандықты кейде сөз алмастырып отырады да, надандықты қазақбайшылық дейді. Ол жарайды, мысалы менің заманның адамдарына тән нәрсе сияқты, сол кезде біз Совет одағында туып өскенбіз, жетілгенбіз, дамығанбыз. Ал қазір біз мысалы өзіміздің балаларымызға кейде енді байқамай айтып қалатын шығармыз. Осыны қазіргі туып өскен мектептегі жүрген балаларға қандай мысалы менталитетін өзгерту үшін қандай жұмыс жасалу керек? Не істеуіміз керек? Ата-аналар мысалы енді айтып тұрсыз ғой, құндылықтар ол үйінен басталады. Мысалы бізге енді қазір сәл өзгеру енді қалыптасып кеттік қой, ондай оймен. Кейбіреулері саналы түрде өздері ізденеді, оқиды жаңағы кітаптарды, түсінеді, тарихымызды зерттейді. Бірақ басқалары қоғамда менің ойымша енді көбісі бәрібір мен сияқтылар андай орыс тілді мүмкін мектептерде оқыған шығар. Одан кейін сол позицияны қалай өзгертуге болады қазіргі оқушыларға? Үйде не істеу керек ол үшін? Енді оның бәрі колониалдық кезеңнен, орыстардың езгісінен, тепкісінен кейін соның қалған сарқыншақтар ғой айтқан кезде. Енді ол кезде орыстар кәдімгідей бұл саясатты саналы түрде жүргізді. Яғни орыстар ғана ұлы халық, қазақтар олар артта қалып кеткен кочевниктар, олар не біледі? Олар тек қана атқа мініп шауып жүреді. Одан кейін бір қолына ағаш ұстайды да, соны даңғырлатып отырады, болды, не бар оларда деп. Қазақтарды топас, надан, ешнәрсе білмейтін, ешқандай тарих жоқ, сондай мешеу халық қып қолдан істеді соны. Сендірген. Соған сендірді, жаңағы тұтас ұлтты жойып жіберу үшін. Бірақ ол заман кетті ғой енді. Ол заман кеткеннен кейін, тәуелсіздігімізді алғаннан кейін жіберілген олқылық, оны бүкіл ғалымдарымыз да айтып жүр біздің. Деколонизация жасалған жоқ бізде. Яғни сол кезде өшіріліп өшіп кеткен құндылықтарымызды біз қайтадан соны қазып алып, қайтадан алып кеп, қандай саясат жүргізілді, соны енді кері қарай жасап, осындай бір деколонизация жасалған жоқ. Соның кесірінен болған шығар деп ойлаймын. Әлі күнге дейін кейбір кісілердің сол бұрынғы ойлау жүйесіне қалып кететін себебі. Енді балаларға оны жаңаша үйрету үшін ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Ол қазақтың құндылығын, қазақтың мәдениетін, қазақтың әдебиетін үйрете беру, одан басқа жол жоқ деп ойлаймын. Себебі бүкіл нәрсе осы мәдениетке, тілге, ділге байланып тұрады ғой әдетте. Сол себепті тәрбие тал бесіктен деген сияқты бала шыр етіп дүниеге келгеннен бастап оның құлағына әлде айту, өсе келе өскен сайын өзінің жасына, психологиялық деңгейіне сай жаңа санамағы бар, тақпағы бар, жаңылтпашы бар, мақал мәтелі бар деген сияқты өзінің жаймен құйылып үйретіле береді ғой балаға. Соның бәрі үйретіліп, үлкен жаңа мектепке баратын жасқа келеді, сол кезде өзінің жырлары бар жаттайтын деген сияқты. Соның бәрі қосымша беріліп отыру керек міндетті түрде. Соның үстіне бар бағана айтқан сияқты ғылым апарып қондырылу керек. Сол кезде өзі ғалым деген адам бар ғой. Ғалым деген адамға біз анықтаманы қалай береміз? Мысалы, қаруды анау адам жасай алмайды. Немесе бір биохимиялық препараттарды, немесе адамды улайтын уды анау адам жасай алмайды. Оны ғалым жасайды. Сонда біз баламызға ғалым бол деп айтамыз, ғалым болсын деп. Осының ара жігін қалай жаратамыз? Мынау да ғалым. Қаныш Сәтпаевтар да ғалым. Қалай сонда
ғалым деген жақсы адам сияқты еді ғой біздің санамызда, бірақ ол ғалым қару жасап бүкіл ғалым қырып бара жатыр адамдардың бәрін. Соны айтады, тоқта, ғалым деген кезде біз тұтас қарастыруымыз керек дейді. Оған оның ғылымы ғана емес, оның адамның болмысы, адамгершілігі, ар ұяты, жауапкершілігі бәрі тұтастай қамтылып тұру керек дейді. Яғни біз баламыздан болашақта ғалым жасағымыз келсе, тек қана бір саланы оқы, меңгер, осы саланың ғалым бол. Жоқ, олай емес. Оған адамгершілікті де басқаны да бәрін үйретеміз. Сосын барып ғылымды үйретіп, сол кезде ол ғылымын дұрыс бағытта пайдаланатын, ғылымын адамдық борышына пайдаланатын адамға айналады. Ал біз адамдық борышты үйретпейтін болсақ, құндылықтарды берілмейтін болсақ, онда ғылымды ол қару ретінде пайдаланып, өзінің жеке басының қамы үшін өзгенің де қанын төге беруге, өзгенің де арын таптауға салып жіберуі әбден мүмкін. Сол себепті қазақ құндылықтары насихаттала беру болды. Әрі мына подкаст деген өте жақсы нәрсе негізінен, себебі масс-медиа деп айтамыз ғой, медиа. Бұның күші, қуаты, әлеуеті өте зор. Біз осыны пайдаланып, осындай дүниелерді айтып насихаттай беруіміз керек. Себебі бағанағы айтқан сияқты тарихта, тәжірибеде болды ғой, бұндай құндылықтардан бас тартқан кезде не болатыны. Сол себепті біз қайтадан есімізді жиып, осы бір құндылықтарды қайтадан біз алып келуіміз керек. Сол кезде ғана бұл мәселе шешіледі. Ал бұл құндылықтар үйретілмейтін болса, онда осы кеткен түбі бұның трагедиямен аяқталуы әбден мүмкін. Негізі сіздің ойыңызша осындай түсінгеніміз енді кішкентай жасынан бастау керек, кейбіреулер мысалы қазіргі өмірді алып қарасақ, ата әжелеріміз басқа қалада тұрады, немерелерін мысалы сирек көреді, бір жылына бір рет, екі рет, мысалы наурызда жаңа жылға барып тұрады. Ол ондай нәрселер ата-анасы жұмыста болғандықтан мүмкін ата әжесінен келетін құндылықтар шығар. Ұрпақ байланысы, тізбек деп айтады ғой. Тізбек. Қазір көбісінде ондай жағдай жоқ, егер. Мына қала мәдениеті дамып, бәрі қалаға көшіп жатқаннан кейін ата әже ауылда қалып кетті, әке-шеше қалада баламен ғана өздері жеке бөлек отырып қалды. Немесе қалада ата әже тұрса да, оларда ондай білім жоқ шығар. Ол да бар. Себебі қазір енді жас буынның ата әжесінің өзі жас қой, 50-лердегі, 40-тардағы ол кісілер таза совет үкіметінің кезіндегі сол пропагандаға әбден соған тойып алған, сондай да ата әже болуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Сол себепті мұндай құндылықтарды біз оқып үйренгеннен кейін атаның орнына ата, әженің орнына әже болып, енді жас болсақ та біз шығуға тура келді бұл айтқан кезде. Себебі аталар, әжелер шығып істеу керек деп отыра берсек, ана буынның бәрі өсіп кететін болса, онда сол күй құндылықсыз кетіп қалады. Сол себепті ата әжелердің өздерінде бұндай білім жоқ болып қалған болуы мүмкін үйрететін. Енді жоқ екен деп отыра бермей, балам саналы, тәрбиелі, әдепті, жақсы болсын десе, онда осы дүниелерді мына отбасы хрестоматиясының қоғамдық қор арнайы кітапқа шығарып тастады. Дұрыс, айтып жатқандарың дұрыс, солай істеуіміз керек екен, бірақ бізде ондай білім жоқ, енді не істейміз деген кезде, міне сізге дайын тұр кітаптар деп әдейі сол үшін шығарып тастады. Күніне 1 сағаттан бөліп отырса? 1 сағат емес, бір 15 минутын бөліп, бір ауыз бір шумақ қана өлең жаттатса, немесе дастархан басында отырған кезде бір 5-10 минутын бөліп, бір ғана аңыз, бір қиссаны айтып беретін болса, мысалы үшін, соның өзі былай жетеді балаға. Көрдіңіз ба? Баламен сапалы уақыт өткізген. Сапалы уақыт деп өте дұрыс айттыңыз. Бұны ғылымда да quality time деп кәдімгі термин қылып береді. Сапалы уақыт. Яғни 24 сағат уақыт болатын болса, соның ішінде ең сапалы уақыты қай уақыт деген сұраққа, таңертең мысалы бәрі ұйқысынан тұрып тарап кетеді, жұмысқа барады, әрқайсысы түскі асты әр жерде ішеді, сонымен кешке бәрі жиналады дағыны, бірге дастархан басында отырып, ең жиналатын уақыт сол ғана, кешкі ас ішеді, сонымен ішіп болғаннан кейін бәрі жан-жақтағы бөлмесіне тарап кетеді, сонымен ұйықтайды. Ең сапалы уақыт ол дастархан басындағы уақыт деп айтады. Сол дастарханның уақытында осы бір құндылықтар құйылып қалу керек. Өзі қазақтың мәдениетінде дастархан басында бос сөз, бос әңгіме айтылмасын деп айтады әдейі. Себебі осындай құндылықтардың баланың бойына кедергісіз өтіп кететін уақыты деп айтады. Бұл дастархан басындағы уақыт. Сол үшін дастархан басында артық жаман сөзден, бәрінен, саясаттан, Путиннан, Трамптан бәрінен тыйып тастайды әдейі. Сосын бұл дастархан басында адамның бойына бір құндылық егетін, мәнді, мағыналы әңгіме ғана айтылсын деп, сол үшін соны қатаң қадағалайды қазақта.
өзі тәрбие деген нәрсе осылай тұтас тұрады ғой. Өзі мектепте де балаларға үйретіп жатырмын ғой, дастархан басына келген кезде бісміллә деп үлкен бастайды тамақты. Одан жеген кезде қалай осылай тарсылдатып шалпылдатып жемеңдер, одан ішіп болғаннан кейін тұрып кетпеңдер, орыстар сияқты. Сені қазақтың мәдениеті бойынша үлкен кісі әумин деп ас қайтарады, немесе жаңағы балаларға қайтартады деген сияқты. Соңынан бата қайтара алмай дастархан басынан ешкім тұрмайды деп әдейі үйретемін. Себебі ол тез ішіп тұрып кететін болса, ана жердегі әңгімені тыңдамай қалады. Әңгімені естімегеннен кейін үйде жалпы не жағдай болып жатыр, қандай мысалы бір не нәрсеге мән берілу керек, оны әкесі бір өсиет айтатын шығар, немесе дастархан басында жақсы мәнді мағыналы әңгіме айтылу керек, бала тез тұрып ішіп қашып кетсе тағы естімей қалады. Сол себепті әдейі үйретіп тастайды қазақта, әумин деп ас қайтарылмай тұрмайсыңдар дастархан басында деп. Сосын ол қаласа да қаламаса да амал жоқ, сол жерде тыңдап отыруға тура келеді. Соны пайдаланып баланың бойына бір қиссадан аңыздан сіңіре беру керек болды. Өз ана о баста адамды жарататын кезде бүкіл жаратылыстың бәрі талас дейді ғой, аспан жер тау тас менен жарат, мен лайықпын адамды жаратуға деп. Сол кезде дейді, әй тау, сенің бір мінің бар, сен тәкаппарсың. Жел, сенің бір мінің бар, сенен адамдарды жарататын болсам, сен сияқты мінезі тұрақсыз болып кетеді. От, сен жанған кезде жақсы мен жаманды айырмайсың, лапылдап өртенген кезде бәрін жалпап кетесің, сенен де жаратпаймын адамды. Тас, адам сені жарататын болсам, сен сияқты тас бауыр болып, безбүйрек болып, ешкімге жаным ашымайтын сұп-суық болады. Ағаш, сенен жаратсам, сен сияқты жұмсақ болады да, сынақ жіберсем төзбейді оған деп бәрін айтып келеді дағыны. Ең соңында топыраққа келген кезде топырақ айтты дейді ғой, мен адамды менен жаратуға лайық емеспін. Мен бүкіл жаратылыстың бәрі менің үстімді аяғымен таптайды, лас кір суын үлкен кіші дәретін маған төгеді, мен сондай қадірсіз жаратылыспын, менен жаратуға мен лайық емеспін дейді. Осы бір кіші пейіл мінез ұнап қалады дағыны, әй топырақ, сенен жаратам адамды деп топырақтан жаратты дейді. Көрдіңіз ба, көлемі қысқа ғана, бірақ мазмұны қандай. Осыны балаларға айтып үйретіп отырсам, сол кезде сонда ағай тәкаппар болмау керек қой, онда жаңағы жаны ашымайтын тас бауыр болмау керек қой, сонда мына тура топырақ сияқты өзіңді өзгеден артық санамайтын кішіпейіл болу керек қой деген сияқты. Көрдіңіз ба, осы бір құндылықты салып жібере қоясыз. Әрі сюжеті қызық, әрі баланың бойына бір құндылықты егіп отырады. Дастархан басында негізінен осындай әңгімелер айтылып отыруға тиіс. Өйткені батыста айтады ғой, мысалы тамақ ішкен кезде ол да энергетика беріледі ғой. Дәл солай. Оны сіз философиямен түссеңіз де, психологиямен түссеңіз де, социологиямен түссеңіз де, әсіресе кейде біз ауру туралы айтып кетеміз, андай мындай деп. Сонда тамақ ішкен кезде мен үйде үлкен ұлым жасы 3-тен асты. Өзі әлі керемет сайрап кеткен жоқ, былдырлап сөйлейді. Бірақ естіген нәрсесін айтып жүреді ол үнемі. Оны білетін себебім, мен жаздың кезінде, каникулдың кезінде лагерь жасаймын ғой, балаларды оқытамын. Оқытқан кезде жаңағы адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай арсақтауын біл деген нәрселер мысалы айтыла береді. Асқа бата, мысалы асыңа, бақыт қонсын басыңа, таң мезгіл болғанда қыдыр келсін қасыңа деген сияқты асқа бата, сол бәрі айтып атады. Бала соның ішінде жүреді ғой, өзімен бала шағамда жүреді сол лагерьдің ішінде. Анан ести берген, мен арнайы жаттатпасам да, бір күні тыңдап жатсам ұйықтайтын кезде өзімен өзі адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай арсақтау, оны өзімен өзі айтып жатыр да. Соны өзімен өзі бата үйреніп алған. Асыңа, бақыт қонсын басыңа деп кәдімгідей. Көрдіңіз ба? Ол дастархан басында айтылатын, жалпы үйде айтылатын әңгіме өте маңызды. Және мен алдыма келіп отқан балаларға айтам. Мысалы, бір балалар боқтап сөйлейді, бір балалардың әдебі нашар, біреуі басқа деген сияқты. Айтам, сендер өз үйлеріңнің өкілісіңдер осы жерде келген кезде, айнасысыңдар. Үйде не болып жатыр, мен сендерге қарап соны білем. Сен боқтап сөйлесең, демек атанаң үйде боқтап сөйлейтін болып тұр ғой. Сен әдепсіз қалай осылай біреу түртіп жүретін болсаң, онда сенің атанаң сондай болып тұр ғой деп. Бір жағынан оны, мысалы, ешқандай бала ата-анасына кір келтіргісі келмейді. Сол үшін әдейі мен олардың ар ұятын түрту үшін айтам. Бір жағынан ар ұятын осылай түртіп қоямын дағыны, ол жаңағы ұялып қысылып кетеді дағыны, оны қайталамауға тырысады. Сол себепті бұны бір жағынан әдейі айтам, екінші жағынан бұл рас нәрсе. Нені ұяда не көрсе, ұшқанда соны біледі деп айтады ғой қазақта. Расымен де сондай. Үйінде не көріп жатыр, айналып келген кезде балаға сыртта да соны жасайды. Балаға қандай үлгі көрсетесің, бала соны істейді. Айналып келген кезде. Сол үшін бала тәрбиелейтін кезде әуелі өзіңді тәрбиеле деп айтатын себебі сол қазақта. Өзіңді тәрбиелейсің, бала не көреді, соны жасайды. Сондай. Мысалы, жапондықтар айтады ғой, после 3 уже поздно деп.
3 жасқа дейін тәрбиеле. Рас. Егер мысалы 3 жасына дейін үлгермесе, бір шанс бар ма? Егер мысалы 15 жасында бастаса, кейде шын айтсам, мысалы Санжар Керімбаймен кездесеміз ғой, ол кезде оларға айтады, сен балаларыңды әкел, қараймын дейді. Андай сұрақ қоямын, мындай сұрақ. Мен айтамын, ойбай, балаларыңды әкелмеймін. Иә, енді үйтіп айтатын себебі жаңағы после 3 уже поздно деп ана жапондардың немесі ғой, кітаптары көргем. Баланың жалпы миындағы нейрондардың бәрі сол 3-4 жасқа дейін қалыптасып бітеді деп айтады ғой. Сол қалыптасып жатқан кезінде көп нәрсені сіңіріп жіберу керек деп айтады оның нейрондарына. Яғни бала ананың бойына біткеннен бастап қалыптасып бастайды ғой. Сол кезден бастап жаңағы жақсы сөз айтылу, жаман қатты ұрыс керіске кірмеу, дұрыс әдемі дұрыс дүниелерді ғана көру, жаман соғыс, жаңағы қан қасап өлтіру деген сияқты дүниелерді мүлдем қарамау деген сияқты. Мен мысалы келіншегім аяғы ауыр кезде осындай нәрселерді айттым. Яғни Украина соғысын не дегенді көрмей ақ қойшы, Құдай үшін әсер етеді ол ертең деп. Сол сияқты әрі сосын әлди айту балаға, кішкентай кезінен бесік жырын айту. Қазақта мысалы не үшін айтады бесік жырын? Бесікте жатқан бала түсінбейді ғой оны бәрібір. Не үшін айтады? Көрдіңіз ба? Қазақтар оны бұрыннан біледі. Яғни баланың қалыптасу кезеңі, нейрондардың қалыптасатын уақыты. Сол кезде мына әлди айту, әрі оның әлдидің ішіндегі илахи символдар бәрі баланың бойына сіңіп кету керек. Сол үшін әлди айтып отырады балаға. Өзі мына 2001-де ма 2005-те ма өзі зерттеу жүргізеді ғалымдар. Орыстың мына Тюмень жағында болу керек. Жастары шамалас жаңа туылған балаларға тәжірибе жүргізеді кәдімгідей. Бір балалар бір тобын алады дағыны, оларға күнде ұйықтайтын кезінде әлди тыңдатады. Колыбельный деп айтады өздері. Екінші топ балаларға әртүрлі басқа музыкалар қойып тыңдатып, сөйтіп солай ұйықтатады. Біраз арада уақыт өткеннен кейін қараса, шынымен де мына әлди тыңдап өскен балалар сабырлы, парасатты, ақылды, жаңағы дұрыс қалыптасқан болып өсіп келе жатады дағыны. Ал мына әлди емес басқа музыка тыңдаған балалардың мінезінде, психологиясында, басқа нәрсесінде ақаулар көріне бастайды. Енді ғалымдар оған бірден келіспейді, қойшы енді ол жаңағы бала ғой, қайдан білесің деп. Жарайды дейді дағыны, әрі қарай жалғастырады бақылауды. Енді ол арада 15 жыл, 20 жыл өткен кезде олардың өмірлері қалай өрбіді, қалай дамыды, соның бәрін бақылайды. Сол кезде шынымен де мына әлдиді тыңдап өскен бала кішкентайынан өмірдегі жаңа таңдаулары болсын, жолы болсын, бәрі оңынан дұрыс қалыптасты дейді дағыны. Ал басқа дүниемен өскендер ода сәл ақаулар көрінді дейді. Немесе өзіне орыстың Бехтерев дейтін ғалымы шатыспасам айтады ғой. Әлди тыңдап өспеген бала, ол жаңағы невроз, психоз деген нәрсеге бірден тез шалдығады деп. Яғни бала кішкентай кезіндегі осындай бір психоздар, невроздар деген сияқты дүниенің бәрі ол әлди айту арқылы ғана ол орны толып отыратын нәрсе. Ол болмаса сондай бір қиын дүниелер баланың бойына сіңіп кетуі әбден мүмкін, яғни. Көрдіңіз ба? Сонда қазір мысалы 10-15 жастағы 9-10 сыныптардағы егер ол былай, жалпы баланы 12-13 жасқа дейін ғана тәрбиелеп үлгересің дейді, былай мақсатты түрде тәрбиелеген кезде. Себебі үйтіп айтатын себебі сол жасқа дейін балада magical thinking деген нәрсе болады дейді. Яғни қиялмен ойлау деген нәрсе ол. Яғни сен ол балаға аңыз айтсаң да, ертегі айтсаң да, ол шынымен де солай екенін сеніп отыра береді. Оның сеніп отырғанның бір пайдасы сол аңыз әпсананың қиссаның ішінде жүретін құндылықтары сол күй баланың кеудесіне өтіп кетеді. Көрдіңіз ба? Яғни әдеп деген нәрсені балаға сол 12-13 жасқа дейін ғана егіп үлгерсеңіз үлгердіңіз, үлгермесеңіз кеш болады. Яғни одан кейін ешқандай шанс жоқ деген сөз емес, бірақ қиын болады. Қиын және ортасы, мысалы егер 15 жасында болсаң да бір ортаға түсең, айналаңда сондай әдепті мысалы балалар көп болса, ондай сен олардан да қабылдап алуға айтады ғой, уже peer-to-peer тәрбиелеу басталады. Ата-ана емес, бұнда өзімен бірді жасты балалар және қоғам тәрбиелей бастайды. Дұрыс, ол да бар, бірақ енді қазақта тағы сөз бар. Қуды қу табады, шұқанақты су табады дейді. Кейбір сәл тайғақ балалар, немесе бір басқа ішімдікке, басқаға әуестігі бар балалар бір-бірін тез тауып алады кейде.
қандай жақсы ортаға апарып қосам десең де соның ішінде жүріп сондайлар бір бірін тауып алады. Мысалы мектепте де байқайтын шығарсыз сондай балаларды. Жаңадан басқа бір бала келсе, ол бір әдепсіз бала болса, әдепсіздердің қатарына қосылып алады, сен оларды таныстырмасаң да. Ал бір жақсы оқушы, әдепті оқушы болса, жақсылармен бірге кетіп бара жатады. Көрдіңіз ба? Сол себепті тәрбиенің де ең бірінші кезде мәні зор болатын себеп сол ғой. Бірақ сонда да үмітсіздікке шалынбау керек, себебі адам деген, адамның болмысы деген сондай құпия, сондай түсініксіз нәрсе. Бірақ сәтте ол сілкініп шығып, қой былай жүре берген болмайды, мына өмірімізді түзеу керек, дұрыстау керек деп, өмірін 180 градусқа бұрып өзгеріп кету ол да мүмкін. Сол себепті болды, балам жасы 15-16 кетіп қалды, енді бұл мен тәрбиелей алмаймын деп үмітсіздікке шалуға тағы болмайды. Бәрібір шанс бар. Иә, себебі мен де ойлайтыным, адам негізі көбісі енді кейбіреулер айтады, адам өзгермейді. Бір қабілеттері, қасиеттері өзіне мойнына тұрды ма, сол өмір бойы сол өтеді. Бірақ менің ойымша, ол өзгеру мүмкін, бірақ онда қатты стресс немесе күйзеліс болу керек қой деймін. Сол кезде сен қайта өміріңді қарайсың ба, құндылықтарыңды қайта қарастырасың ба? Егер осындай жағдайға мен келсем, қандай жолмен келдім және енді не істеу керек? Иә, сіздің айтып отқан нәрсеңізді ғылымда Карл Ясперс дейтін кісі, атақты немістің философы, оны пограничный ситуация деп береді. Өмірдегі яғни адам бір өліммен бетпе-бет келіп қалады кейде, өліп кете жаздап аман қалады, немесе бір өзінің туған бір жақыны қайтыс болады, немесе бір ауруға шалдығып кейде аман-есен әйтеуір содан бір құтылып Құдайдың жәрдемімен сөйтіп кетеді. Яғни осындай сияқты адамды дүр сілкіндіріп жіберетін осындай бір ситуациямен пограничный ситуация деп айтатын себебі сол. Яғни ана шекараға дейін барып келетін сәт қой, былай айтқан кезде, көрдіңіз ба? Сол кезде дүр сілкінеді дағыны, қой, мына нәрсе болмайды, мен жаңа өмірімді дұрыстауым керек деп, олай да істеп кету мүмкін. Яғни бұл адам ешқашан өзгермейді деген сөз емес, өзгереді. Себебі адамның болмысын жалпы ағылшынша being деп айтады ғой. Being деген нәрсе be болу, ең болып тұрушы, үнемі жалғасып бар болып тұрады. Яғни адамның болмысы ол өле-өлгенге шейін өсіп, дамып, түлеп, гүлденіп отыруға бейім тұрады. Сол себепті тіпті қартайып шал болған кезінің немесе қария болған кезінің өзінде де өзгеретін шанс әмәнда бар болып тұрады. Сол себепті адам бір зат емес, немесе бір хайуан емес қой. Мысалы, бір итке айтуға болады, бұл өзгермейді деп, қойға айтуға болады, бұл өзгермейді деп. Бірақ адамға келген кезде редукционизмға салуға болмайды деп айтады ғылымда. Редукционизм деген сөз заттандыруға болмайды. Зат сияқты қарамаңдар адамға дейді. Жалпы адамды да өмір сүргісі келмей кететін, өмір сүруге деген құлшынысы кетіп қалатын, өмірден түңіліп кететін нәрсесі оған зат сияқты қарай бастаса адамға егер, ол жаңағы өзіне қол жұмсауға дайын тұрады деп айтады. Сол себепті адамға біз қараған кезде әрі ғалымдар, Штраус қойым жатыспасам, адамға сен қараған кезде ол қалай бар солай емес, ол қандай болу керек солай қара оған деп айтады. Яғни біз ой, оңбаған, сен болды, осылай қаласың, өйстіп жүре бересің, өмірің осымен кетті де, жоқ. Сені Тәңір Тағала о баста жаратқан кезде өзінің халифасы қылып, орынбасар қылып жаратқан. Я, сен негізінен мынандай болуың керек. Міне сенің нағызғы негізгі болмысың мынандай деп, солай біз қарауымыз керек деп айтады адамға. Ал біз қалай бар, солай қарайтын болсақ, біз оны одан сайын құртамыз дейді. Сол себепті бала алдымызда қандай болып тұрса да, біз оған қандай болу керек, солай қарым-қатынас жасап, соған қарай оны ынталандыруымыз керек негізінен. Қысқасы осы. Сонда бұнда ұстаздың да рөлі үлкен. Міндетті түрде. Егер ұстаздың алдына бала келсе, ол оны қазіргі жағдайын қарамай, ол оны қандай көргісі келетіне, сол ұстаздың бойындағы қасиеттеріне де байланысты болады ғой. Иә, міндетті түрде. Яғни ұстаздар да алдында оқушымен жұмыс істеген кезінде, бала қалай бар солай емес, қандай болу керек, солай қарау керек балаға деп айтады. Себебі педагогтардың бір алтын қағидасы бар ғой, нашар бала болмайды деген. Немесе балалардың әрқайсының қабылдауы, қорытуы әртүрлі. Біреуінікі баяу, біреуінікі тез болады. Бір балалар мысалы оқу үлгерімі нашар болса, олай болатын себебі оның жаңа қабылдау әлсіз болып тұр деп айтады мысалға. Сол себепті
шанс үнемі бар айналып келген кезде. Сонда сіздің ойыңызша мысалы қазіргі ұстаз ол бойында қандай қасиеттер, қабілеттер болу керек? Енді ұстаз деген нәрсе мынадай ғой, айналып келген кезінде бір пәнді ғана үйрете сап, мен тек математикпін, болды, осыны үйретемін, кетіп қаламын. Жоқ, біз педагог ретінде ең әуелі біз маманды емес, адамды тәрбиелеуіміз керек. Бізге қоғамға маман емес, адам керек ең бірінші кезекте. Ана баяғы кімдердің де кім еді, ана философтың жүреді ғой, күндіз тапа-тал түсте майшаммен, не істеп жүрсің десе, адам іздеп жүрмін дейді ғой. Дәл сол сияқты маман жетеді, адам жоқ. Не деген сөз? Өзінің мамандығын атқарған кезде соны адамгершілікпен, ар ұятпен, мейірім махаббатпен солай атқаратын адамдар біз мұқтажбыз. Ал былай маман деген жетеді ғой, өзінің профессионалдар. Бірақ қайтесің, саған адам екен деп қарамайды. Міне мен өзім шаруамды істедім, болды деп. Мысалы сот па? Сот болса, ол әділдікке отырып алатын. Сондай сот болу керек. Ал қай жақ көбірек ақша берді, соған қарай бұрып беретін болса, көрдіңіз ба, ол ар ұятынан аттағаннан кейін адамдықтан шығып кетеді ол. Бірақ сот, маман. Немесе адвокат. Алдына бір адам келеді, осылай жақыным жазықсыз сотталып бара жатыр, бірақ оны төлейтін ақшам жоқ, мынандай ғана ақшам бар, соған көмектесіңізші. Жоқ, маған мынандай ақша төлесең ғана мен саған көмектесемін деп отырып алады мысалы. Маман, бірақ адамшылықтан аттап кетеді. Көрдіңіз ба? Барлық істе, барлық ситуацияда, барлық жағдайда дәл осылай болып тұр. Біз ең әуелі баладан адам жасауымыз керек. Айтады ғой, біз адам болып туылдық, адам болып өлуіміз керек деп. Жоқ, ол қате. Біз адам болып туылған жоқпыз. Я биологиялық тұрғыда адам болып осылай туылдық, бірақ болмыстық тұрғыда әлі түсініксіз біз. Расымен де адам болып кетеміз ба, әлде қасқыр сияқты жыртқыш болып кетеміз ба, қоян сияқты су жүрек қорқақ типке айналып кетеміз ба, әлде түлкі сияқты қуып адамдардың бәрін алдап арбап жүретін адам айналамыз ба, түсініксіз. Сол себепті әу баста бүкіл жаратылысты жаратқан кезде Тәңір Тағала барлық жаратылыстың болмысын өз қолымен жасап берді деп айтады. Жаңағы қасқыр сен жыртқыш боласың, қоян сен су жүрек боласың, жаңағы жираф сен мойның ұзын ана сафариде өмір сүресің деген сияқты, ит сен адамның жаңағы үйінің алдында адамға дос болып күзетіп тұрасың деп бәрін осылай қалыптастырып берді болмысын дейді. Адамға келген кезде айтады, адам сен шикі болмысың, ертең дүние тіршілігіне барасың, сол жерде өзіңді өзің жасайсың деп айтады. Өзің пісіп жетесің, өзіңді өзің жасайсың. Яғни сені сырттан келіп біреу жасап бермейді, сен айналып келген кезде өзіңді өзің жасайсың. Қысқасы сол ғана. Енді біз де педагогтар осы нәрсеге күш салуымыз керек. Осындай өзін өзі жасап шығуға біз түрткі болып, соған бағыт бағдар беріп көрсетіп отыруымыз керек. Яғни ең әуелі адами құндылықтарды, адами жалпы адамзаттық ценностьтарды баланың бойына құйып үлгеруіміз керек мектептің кезінде. Мектептің негізгі жұмысы сол болу керек айналып келген кезде. Жаңағы адам тәрбиелеу, маман емес. Маман ол бола береді кейін. Қазір мен сіз айтқаннан кейін ойланып қалдым. Қазіргі негізгі балаларға қалыптасу қиын сияқты, себебі жан жақтан андай успешный успех, андай болу керек, мындай болу керек деп пропаганда жүріп жатқан кезде, тіпті жастар емес, кәдімгі 5-6 сыныптың оқушыларына да қазір қиын сияқты, менің ойымша, таңдау жасау. Иә, себебі жеңілдің асты мен ауырдың үстімен жүргісі келіп тұрады ғой қазір. Себебі жеңіл ақша табу, жеңіл өмір сүру деп, оның түбі тағы да айналып келген кезде тәжірибеден қарап, тарихтан қарап отырсақ, жеңіл өмір сүргісі келетін адамдар әмәнда өмірлері трагедиямен аяқталып жатады. Немесе жеңіл ауыр азаптың бәріне айналып қашып кетіп отыратын адамдарда олар міндетті түрде я психоз болады, я невроз болады, я жаңағы неше түрлі манияның біреуіне жұтылып кетеді. Қазір мысалы балаларға қалыптасу, мен неге ойлаймын қиын, себебі ана информационный поле өте көп та. Шашыраңқы, олар мысалы қазір фокуста ұстай алмайды, бірдемені оқимын десе, бірдемеге андай развлечение тартып тұрады оларды. Оның ішінде ата-анасы да қазір сондай ғой, мысалы өзің мықты маман бола тұрады, кейде өзің бір енді таныстарым бар, оларды мықты маман ретінде білем.
бірақ мен мысалы өзім инстаграм жүргізбеймін, бірақ олар андай инстаграм жүргізе бастады, мен маман ретінде, бірақ арасында билеп қояды арасында неше түрлі прикол, вайн түсіріп ана жерде салып отырады. Сосын мен ойлаймын да, туф деп иә, деген деп қояды. әсіресе ұстаздың рөлі, менің ойымша, енді біз оны аяғына дейін саналы түрде сезінеміз бе, ұғынамыз ба, ол мынандай бір құрметті жеке орында тұратын тұлға сияқты да. Бірақ қазір кейбір мұғалімдерді қарасаң, олар да арасында билеп кетеді неше түрлі прикол, пранк, неше түрлі жасап кетеді сол балаға. Сондықтан менің ойымша, егер ұстаздың өзі кейде сондай қадамдарға барса, балаға өз-өзін тәрбиелеу ол сәл одан бетер қиын дейсіз ғой. Енді бұл статус қой ұстаз дегеннің өзі. Яғни мысалы біз мұсылманбыз деп мұсылмандықты қабылдаған кезімізде біз саналы түрде арамастан, жаңағы шошқан етін жемеу керек, алкоголь ішпеу керек деген сияқты нәрселерден бас тартамыз. Әрі бұның қойған шарттарын қабылдаймыз. Жаңағы кәлима айту, жаңағы діни ғибадаттар деген сияқты қабылдаймыз ғой діннің шарттарын. Дәл сол сияқты ұстаздықты адам таңдап келді ма, былай ойлаймын мен, онда саналы түрде сол статусқа лайық болып жүру. Сенің өміріңді, өзіңді болмысын, яғни ол бір жұмысқа келген кезде ғана ұстаз болып, былайымша ойыңа келгенді сыртқа шыққан кезде болмайды олай. Себебі сен ұстаз болғаннан кейін сенің оқушыларың бәрі көріп бақылап отыр. Тем более 21 ғасырда теңізге кетсең сол соның бәрін өте қатты контрольда ұстау керек негізі саналы адам. Себебі сен ұстаз болып үйретіп жүріп андай қылық істеп жатсаң, сенен көріп отқан балалар, яғни ұстазда жүр. Мысалы ұстаздар бар, оларда мысалы тырнақтарын ұзын-ұзын қылып өсіріп, жаңа маникюр істеп келеді, неше түрлі, немесе қатты боянып келеді, немесе қалай осылай киініп келеді. Енді оқушыларға сөйтіп жүрген кезінде бір замечание жасайын десем, мұғалімдер де сөйтіп жүр ғой деп айтады. Көрдіңіз ба? Сол себепті ол ұстаз болғаннан кейін ол сол нәрсенің бәрін саналы түрде қабылдау керек деп ойлаймын. Сондай образ жизни. Енді балалардың жаңағы сонымен ілесе қатар келетін бір өзіңе бір қағидаларды қабылдау. Адамдық борыш деп айтады ғой. Адамдық борыш, оны Карл Густав Юнг legitimate suffering деп айтады бұл жерде. Legitimate suffering деген legitimate, яғни заңдастырылған, солай болу керек деген нәрсе ғой. Suffering дейтін азап, қиындық. Сен адамдық борышыңды арқалаған кезіңде сонымен бірге қатар жүретін азабын, ауыртпалығын, қиындығын қоса арқалайсың саналы түрде. Кімдегі оны айналып қашып кететін болса, бағанағы айтқандай невроз, психоз, мания, фобия деген нәрселер соған барып жұтылады. Ал саналы түрде осы қиындығынан қорықпай, қашпай, соны арқалап жүретін адамдар әманда психикасының бәрі сап-сау, өте әдемі өмір сүріп шығады деп айтады. Яғни мұғалімдікті біз таңдадық па, біздің адамдық борышымыз осы дұрыс саналы ұрпақ тәрбиелеу деген миссияны мойнымызға жүктеп алдық па, онда осы legitimate suffering, тәңірлік азап, қазақшаласақ оны, тәңірлік азапты қоса арқалауымыз керек. Болды, бағанағы айтқан сияқты қызыл жасылды нәрсенің бәрін кішкене бір жақ жағына ысырып, осының қиындығын, мысалы мұғалім болды оңай емес. Кейде мысалы, енді біздің мектепке қатысы жоқ, басқа мектептерде бар деп ойлаймын. Таңертең мысалы бір педагог өте жақсы көңіл күй мектепке келген кезде аяқ астынан директордың көңіл күйі болмай ұрысып тастауы мүмкін бір нәрсеге, күнімен көңіл күй түсіп кетеді мысалы. Немесе бүкіл мектепте бар әдепсіз балалар, қанша айтсаң да әдесең мә дейді, яғни бір сабақ берген, не дұрыстап сабағын бермей аналармен күресіп кетесің, немесе сабағыңды беріп жұмыс уақыты енді аяқталған кезінде жаңа балаларға қосымша сабақ беру керек болып қалады. Оған саған ешкім ақша төлемейтін болса да сен отыруың керек. Немесе бәрі аяқталып өзің жоспар құрып қайтайын деп жатсаң жиналыс деп қалады. Тағы 2 сағат жиналыста отыруың керек болады мысалы деген сияқты. Осындай өзінің қиындығы, ауыртпалығы, азабы бірге ілесіп жүреді. Кімдегім осы қиындығын, ауыртпалығын, азабын саналы түрде қорықпай арқалап алатын болса, міне сол адамдардың болмысы дұрыс қашалып, неше түрлі психологиялық аурулардан алшақ болады. Ал кімдегім оны айналып өтіп қашып жүретін болса, психикалық ауруларға ертең ол шалдығатын болады. Яғни біз педагог ретінде осы бір тәңірлік азапты саналы түрде қабылдауымыз керек. Барлық салада сондай. Ал балалардың бағана қалыптасуына келетін болсақ, мен мектепте осы жерде жүрген балаларға сабақ берген кезде бәрінен сұраймын. Жоспарың қандай, кім болғың келеді деп, қандай арманың бар.
әртүрлі нәрсе айтады, андай болғым келеді, мындай болғым келеді деп айтады. Мен айтам, кешіріңдер деймін, бірақ бола алмайсыңдар деп бәріне де бетіне айтамын. Бір жағынан жаңағы не ғой, мотивация ғой. Неге ағай дейді? Себебі сендерде біріншіден табандылық жоқ, екіншіден дисциплина жоқ деп айтамын. Яғни қазақта қатты жерге қақ тұрар, қайратты жерге бақ тұрар деп айтады. Сендер успешный болғыларың келсе, бастарына бақ қонсын десеңдер, онда қайратты болуларың керек. Яғни оны қадалған жерінен қан алмай қоймайтын қайтпас қайсар деп айтады қазақта. Яғни бір нәрседе адам жетістікке жеткісі келсе, оған табандылық пен қайрат керек ана жерде, кәдімгідей упрямство духа дейді ғой. Мысалы, кімдерді мысалға беремін? Олимпийский чемпиондарды, бір әлемдік деңгейдегі ғалымдар болсын, басқа болсын, олар отырып сондай болып кеткен жоқ. Сендер олардың успехін, жетістігін, бағын көресіңдер, сондай болам деп. Бірақ оның артында жатқан қыруар еңбегін, табандылығын, жүріп өткен жолын сендер терін көрмейсіңдер. Сол себепті сен андай болғың келе ма, онда саған табандылық керек. Сен табанды түрде сонымен жүріп отыруың керек. Мысалы, Елдос Сметов отырып олимпийский чемпион болған жоқ. Ол саналы түрде достармен бірге қыдырудан, қаншама развлечениядан бәрінен бас тартып, шаршаса да, қиналса да, күнде жаңа тренировкасына, дайындығына, жаттығуына барады, жасайды, аптасына бір рет жаңа километр, 10 километрлеп кросс жүгіріп келеді, күнде 2 мезгіл тренировка жасайды деген сияқты. Бүкіл дүниеви қызықтар бір жақ жағынан сырып қояды дағыны, сондай табандылықпен бәлен жылдан кейін барып жетеді жетістікке. Сол үшін бала жетістікке жеткісі келсе, оған табандылық керек деп айтатын себебім сол. Балаларға әдейі осыны үйретіп отырамын. Есіме түсіп кетті, өткенде 5-6 сыныптарға эссе жазғызғанбыз. Өзім болашағымды қалай көремін, кім болам деп. Сонда кейбіреулері жазыпты, андай университетке, мындай университетке түсемін. Олар қазір 5-6 сынып қой. Сосын анада асханада бірге отырып шай ішіп отырмыз. Мен айтамын, сен анда түсем депсің, сен мында түскің келеді екен. Қазірден бастап дайындалуды бастадың ба деймін. Жоқ, мен әлі кішкентаймын деймін. Жоқ, ондай университеттерге қазір 5-6 сыныптан бастап дайындалу керек деймін. Сонда олар білмеймін енді қаншалықты ойланып қалатын, бірақ әйтеуір бірден барған сияқты. Иә, дұрыс. Сол философияда да бүйтіп айтады, өзі жастық шақ беріледі адамға. Сол жастық шақтың мәні не үшін беріледі деп айтады. Сол кезде қазыналы қарттыққа дайындалу деп айтады. Көрдіңіз ба? Немесе қазақта жас кезіңде босқа өткен уақыттар қартайғанда жүрегіңде дерт болар деп айтады. Яғни жастық шақтың бәрін мәнсіз, мағынасыз, бос күлкіге, бітпейтін прикол, әзіл, КВН, жаңағы не бар құдай-ау, сонда Инстаграм, ТикТок, соның бәріне сен жұмсап өртеп тастайтын болсаң, онда сенің қартайған кезде жүрегіңе бұл дерт болып жабысады, немесе сен сәтсіз қарттыққа барасың, сәтсіз қартаясың. Ал сен қазыналы қартқа айналғың келе ма, мәнді мағыналы жақсы өмір сүргің келе ма, немесе сәл бері қарай тартып әкелетін болсақ, жақсы университетке түсіп, жақсы маман иесі болғың келе ма, онда бос уақытыңды ондай бос нәрсеге өткізбе, жастық шағыңды. Сен мәнді мағыналы дүниеге қарай бағытталып тұруың керексің негізінен. Өзі бұған дейін де айтқам, тағы да айтам, өзі ата-ананың баладағы хақылар деген нәрсе бар. Яғни баланың ата-ана алдындағы міндеті. Сол сияқты ата-ананың да баланың алдындағы міндеті бар. Ата-ананың міндеті бесеу-ақ. Біріншісі балаға дұрыс ат қою туылған кезде, екіншісі ұл болса сүндеттеп, қыз болса құлағын тесу, үшіншісі дұрыс тәрбие беру, төртіншісі дұрыс білім беру, бесіншісі ұл болса үйлендіріп, қыз болса ұзату. Осы бесеу ғана ата-ананың міндеті. Қалған нәрсенің бәрі ол ата-ананың балаға деген махаббатынан шығып жатады әдетте. Балам қатарынан қалмасын, жаңағы қарын ашып қалмасын деп бүкіл жағдайын жасайды, көлікпен тасиды деген сияқты. Ал баланың міндеті ата-ананың алдында ол 80 деп айтады. Ол біз білетіні. Оның жаңағы қырығы ата-анасы осы дүниеде болған кезде, қырығы ана дүниеге кеткен кезде деп айтады. Енді оның бәрін айтып жатпай, біз бері қарай оның ең маңызды деген алып кеп, оның ғана алдым. Сол оның ғана жататам балаларға. Бірақ қарап отырсаң, керісінше ата-ананың міндеті 80, баланың міндеті 5 сияқты қазір қарап отырсаң. Жоқ, болмайды. Мысалы, маған да балаларын лагерге алып келеді ғой, әдетте. Қарап отырсам, балада ешқандай проблема жоқ, проблема ата-анада болады. Неге? Себебі әсіресе мына 90-шы жылдардың қиындықтарын көрген ата-аналардың бір жіберген қателігі бар. Қисық философия деп айтамын мен бұны.
мен көрген қиындықты балам көрмесін дейді. Яғни бүкіл ресурстың бәрін балаға сала береді. Бала өзінің жасына, психологиялық деңгейіне сай бір қиындықтарды өткеріп, басынан сол проблеманы шешу керек қой. Соның бәрін істетпей, бүкіл қиындықтың бәрін ашып тазалап отырады ата-ана алдында. Соның кесірінен бала жасына сай сөз сөйлеп істейтін адамға айнала алмай қалады. Яғни инфантилист болып қалады. Инфантилист деген жаңағы жасына сай сөз сөйлеп іс қыла алмайды. Мысалы 15 жасар зіңгітті жігіттер келеді. Сөйлессең бір 10-11 жасар бала сияқтанады санасы деген. Яғни ата-ананың жіберген қателігі қауіпті қамқорлық дейді. Шамадан тыс жаңағы бүкіл жағдайын жасап қамқорлық қала берген кесірінен бала өсіп, өніп, рухани дамымай қалады. Сол себепті ата-аналарға айтатын нәрсем: аясаң аяма дейді қазақта. Өзі бүйтіп ойлаймын, балаға екі-ақ нәрсе берілу керек. Біріншісі бағанағы айтқан қазақы рухани құндылықтар, екіншісі баланы аямай жұмсау керек деп ойлаймын. Бала елгезек болу керек. Жұмсалып өскен бала ол өзінің орнын, әдебін біліп тұрады, әрі өзі бүкіл жерге екі-ақ нәрсемен сиымды болады ғой адам. Біріншісі әдебімен, екіншісі қызметімен. Яғни барған жерінде бәрімен бір жақсы, бір майлы қасықтай араласып кетіп, қызметін қылып, көмектесіп, жәрдемдесіп, жүгіріп жүретін баланы кім жақсы көрмейді? Бәрі жақсы көреді. Әрі әдебін сақтаған, өзінің орнын білетін сондай бала. Ата-аналарға да айтатыным сол. Осындай рухани құндылықтарды балалардың бойына қазірден егу керек. Ол ата-ананың міндеті, мектептің емес. Мектеп құралға жауапты, ата-ана құндылыққа жауапты. Сол себепті егер бәріміздің илеп отқанымыз бір терінің пұшпағы. Яғни баладан жақсы, дұрыс адам, дұрыс маман қалыптастырып шығару, тұлға шығару. Олай болса, тұлғаны мұғалім, мектеп шығармайды. Тұлғаны ата-ана, мектеп, бала үшеуі біріккен кезде ғана бір нәрсе шығады ортадан. Ал бүкіл жауапкершіліктің бәрін мектептің мойнына артып қойып, мен балам неге андай, мен балам неге мындай, жоқ, болмайды ол. Кешіріп қойыңыз. Сіз баяғыда бір кісінің қолында Ұлықпан Хакім жұмыс істеді дейді. Өзі өте қанпезер, жаңағы сондай кісі екен. Бір жаман жолмен жүретін, бірақ бір құдайшылдығы бар екен, Құдайға үнемі дұға қылады екен: я Алла, мен жолымды оңғара көр, ісім берекелі болсын деп үнемі сөйтіп жүреді екен. Соны бір күні Ұлықпан Хакімге айтады: барда бидай ек, сосын кейін бидай шыққаннан кейін орып аламыз деп айтты дейді. Жақсы деп Ұлықпан Хакім бидай емес, арпаны алып егіп тастады дейді ана жаққа. Соны тексеруге келеді, иесі: не істеп жатсың дейді. Міне арпаның бәрін егіп қойдым дейді. Ей, оңбаған надан, сен жынсың ба, қай құлағыңмен естисің? Мен саған бидай ек деп айттым дейді ғой. Сөйтсе, енді арпа ексе одан бидай шығатын шығар, одан да деп айтты дейді. Сен басың жұмыс істемейді екен, қайдан көрдің сен арпаны еккен кезде бидай шыққан деп ұрысып жатса, енді сізде қызықсыз деп айтады дейді. Өзіңіздің істеген ісіңіз мынау: жұрттың бәріне қатыгездікпен, жаңағы қаттылықпен айналаңыздың бәрін қаңғастасыз да, тағы келіп Құдайдан: я Алла, берекені бер, жақсылығын бер тілеп отырсыз дейді да. Сіз қызықсыз болмайды ғой. Дәл сол сияқты бұл да дейді да. Сол себепті дұрыс ата-ана болғаннан кейін баласына дұға қылып отырады. Ата-аналардың бәрі баламның жаңағы жолы ашық болса екен деп тілек тілеп отырады, жақсы болса екен. Бірақ дұғаның екі түрі бар деп айтады. Екі түрі бар. Біреу қаули, екіншісі фиғли деп айтады. Қаули деген сөз ауызбен айтатын: я Алла, сондай қылып берсе. Екінші фиғли деп жатқаны іс әрекетпен деген сөз. Яғни дұрыс ауызбен қылып жатырмыз, қалауымызды айтып жатырмыз Құдайға. Енді іс керек. Біз іспен де сол нәрсені істеуіміз керек. Яғни дұрыс жұмыстан шаршап келсек те, қиналып жүрсек те, басқа қылсақ та 15 минут, 20 минут уақыт тауып, баламен әңгімелесіп, осындай құндылықтарды бойына құйып, сіңіріп, жаңағы көмектесіп, аңыз қиссалардың бәрін айтып, меңгеріп, бірге баламен өсіп отыру керек айналып келген кезде. Қысқасы сол. Қысқасы баладан бұрын өзімізді тәрбиелеу керек, ол да бар. Дәл солай. Өзі Скотт Пек дейтін американдық психиатр ғалым бар. Сол кісі айтады, өзі үйленудің екі-ақ себебі бар дейді. Біріншісі дұрыс ұрпақ тәрбиелеу, бала тәрбиелеу дейді. Енді оның өзіне келетін болсаң, тұтас философия. Ол үшін сен әуелі өзіңді тәрбиелеуің керек. Себебі бала айтқаныңды емес, көргенін істейді. Оны мен лагерьден білемін. Балалар келеді ғой, мектепте оңай. Мысалы, таңертең кешкен бала сенің алдында болады, оның алдында мұғалім болып үндемей жүресің дағыны. Кетіп қалғаннан кейін үйде сен айтқан нәрсеңді істейсің ба, істемейсің бе, өзің білесің деген сияқты. Ал лагерьде 24-7 10 күн бойы балалармен бірге болғаннан кейін сен бір нәрсені айтып, екінші нәрсені істейтін болсаң, балалар бірден көріп тұрады.
ағай сіз жаңа суды отырып іш дедіңіз, өзіңіз тұрып ішіп тұрсыз деген сияқты. Ағай сіз өзіңіз былай деп айттыңыз, бірақ бүйтіп істеп жатсыз деп. Сол себепті шамадан қандай қатты контрольға аласың өзіңді. Көрдіңіз ба? лагерь осы нәрсені үйретті маған. Мысалы сен сөзің де ісің де осындай бірдей болу керек деген қатты үйретіп тастады. Сол себепті осындай нәрсе, біріншісі жаңағы дұрыс бала тәрбиелеу деп айттық қой. Екіншісі фрикшн деп айтады. Енді бұл тақырыпқа қатысы жоқ. Жалпы енді жас семьялар болса, отбасылар болса біліп жүрсін. Отбасындағы жаңағы шәйдесіп қалу. Арасында ұрысып қаламыз ғой. Сол нәрседе ол өте маңызды деп айтады. Яғни отбасында ұрысып қалып жатса, жанжал болып жатса, дұрыс солай болу керек дейді. Себебі әрқайсысы жеке-жеке тұлға болғаннан кейін пікір қайшылығы болады. Немесе жеке-жеке тұлға болғаннан кейін олар бірдей көріп те алмайды бүкіл нәрсені. Көзқарастары әртүрлі болады. Енді ұрыс жанжал қай кезде шығады? Ұрыс жанжалдың керек жері қай жер? Ол бір-бірінің қисық кетіп баратқан жаман артық бұтақтарын кесіп, жонып, тазалап отыру үшін керек дейді. Мысалы, мен ер адам ретінде жұмыстан келіп шаршап келіп, жаңа телевизордан футболды қосып қойып, мысалы, пивамды, сырамды ішіп қойып жататын болсам, әйелім бастауы мүмкін. Не жатсыз сенгі деп сол жерден жанжал шығуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Әйел дұрыс істеп жатыр, жанжалды дұрыс шығарып жатыр. Чтобы менің осындай жаман, дұрыс емес қасиеттерім арылу. Дәл сол сияқты мен мысалы әйелімнің енді бір тағда сондай бір нашар қылығы болатын болса, бір нәрселерін дұрыс істемей жатса, мысалы, сен мына дастарханың таза емес деген сияқты, білмеймін ғой енді қандай ситуациялар болатынын. Сол кезде мен де бастаймын. Тоқта, сен мынауың дұрыс емес қой. Ол шығуы мүмкін, не болды өзім білемін. Жоқ, тоқта, көрдіңіз ба? Бір-біріміздің еркек пен әйел жаман жақтарын шлифовать етіп, тазалап, сүртіп, сол үшін ол нәрсе керек деп айтады. Яғни отбасы болу дегеннің өзі үлкен философияға айналып келген кезде, қазір оны қозғап, оған кіретін болсақ, мүлдем тағы 2-3 сағат уақыт керек болады. Оны бір болашақта тағы бір бәлкім толғармыз. Дәл қазіргі біздің күйіп тұрған мәселеміз бала тәрбиесі болғаннан кейін осы. Айналып келген кезде, бала тәрбиелеген кезде әуелі өзіңді тәрбиеле. Осы. Жақсы, рахмет сізге келгеніңізге. Сіздерге рахмет, шақырғандарыңызға көп өте қуаныштымыз. Ата-аналарға қызықты, пайдалы нәрсе айтылған болар деп үміттенеміз. Енді мына біздің кітаптарды мен айта кетейінші, ұмытып кетіппін. Мына кітаптарды әдейі жаздық мысалға. Бағана ғалым деп жатырмыз ғой. Ғалым адам қандай болу керек деген кезде, міне мына Қаныш және ғылыми майдан деген кітапты жазардың алдында өте қатты іздендік. Ғылым туралы. Ғылым деген не? Ғалым деген қандай болады деп өте көп материал дақтардық. Сөйтіп барып жазылды мына кітаптар. Мына ішінде тек қана биографиясы үйтті, сосын бүйтті, геолог болды деп жазылмайды. Бұның таза адами болмысынан шыққан қасиеттерін, қай жерде қандай шешім қабылдады, ол шешімге не нәрсе түрткі болды, оның адамдарға деген жаңағы мейірім махаббаты, өзінің елінің тұтас жұртының алдындағы жауапкершілігі, оның адамдық борышы, бағана айтқан legitimate suffering дейді ғой, тәңірлік азаптан қорықпай соған кіріп, соның жолында қалай күресті, соның бәрін осыған беріп тастады. Мынаны ең әуелі ата-аналар өздері оқып алса, кейін мынаны мектепке де негіз балалармен оқу керек деп мен ойлаймын. Себебі баланың, адамның жалпы бойында қандай қасиеттер, қандай қабілеттер болу керек. Яғни адам қалай бар, солай қабылдама, қалай болу керек, солай қабылда деп айтамыз ғой. Міне, біз мынаған қарап айтамыз. Міне, сен негізі осындай болу керек. Қаныш Сәтпаев сияқты болуың керек сен негізі деп. Өзбек әлі де тура солай. Мына мәдениеттің жолында қалай жан алып жан берісті, мына кісі ғылымның жолында, мысалы, салт дәстүрді ананы айта берсек, сонда қазақтар надан болып қалмай ма, сонда ғылымды игермей қала ма? Жоқ, міне, мына кісі алтын үлгісі соның. Бұны тәрбиелеген кезде Имантай ақсақал әкесі кішкентайынан отырғызып қояды тағыны, жаңағы мен айтқан әңгіменің бәрін құяды бірінші құлағына. Өзі айтады, қысы жазы біздің үйімізде үзілмейтін бір үрдіс бар еді дейді. Қас қарайса болды, әкем, ал балам кітабыңды әкел дейміз дағыны, отырып алып жыр оқимыз, жыр жаттаймыз дейді. Қысы жазы үзілмейді дейді осы. Сосын болған әкесі Имантайдың 7 қағидасы деп арнайы кіргіздік мына ішіне, баласын үйреткен. Жаңағы балам бол, сен енді үлкен жігіт болып баратсың, бос сөз мағынасы әңгімеден тыйыласың, сөзің бісмілламен болсын, және бір жаңағы мазардың қасынан өтіп баратсаң құр өтіп кетпе, Құранды оқып бетін сипап өт, және қонақ күту әдебі деген болады. Оны арнайы үйретеді. Қонақ келе жатқан кезде, алыстан көрген кезде сен жаңағы
үйдің маңайында иттің бәрін қуып жіберіп шәуілдеп қонақтың мазасын алмасын. Қонақ атпен келген кезде аттың шылбырына жармасып түсіріп аласың. Сөйтесің дағыны үйге қарай жүргенде қонақтың алдына түсіп кетпе, әдепсіздік болады, артында жүріп отыр. Үйге жақындаған кезде барып алдына түсіп есікті ашып кіргізесің, киімін алып орда отырғызасың төрге, сосын қолына су құясың деп осылай қонақ күтудің өзін арнайы үйретеді, көрдіңіз ба? А бізде қалай қонақ келсе бөлмеден шықпайды ғой бала, бөлмеден шығара алмайсың. Сүйретіп әкеп, бала жүр, ана сен туысың келді, туысыңмен амандас деп сүйреп алып келеді. Ол шығады дағыны сәлеметсізден кіріп кетіп қайтып телефонда жата береді. Көрдіңіз ба? Соның бәрі арнайы үйретіледі негізінен. Ата-ананың міндеті соның бәрі. Сол үшін ата-аналарға осы жерде мен тағы да үндеу тастаймын. Соның бәрін біз баламыз жақсы, парасатты, сондай бір ақ жүрек адам болып қалыптасын дейтін болсақ, онда осы кітаптарды бірінші әуелі оқып, осының ішінде құндылықтарын бойымызға сіңіріп, сондай балам бергел, негізі мынандай болу керек деп, соны үйретіп отыру керек. Қысқасы осы.